Сәлеметсіздер ме? Мен нөмірі 1 жалпы білім беретін мектебінің 10 А сынып оқушысы және мектеп парламентінің президенті Күнәкбаева Томирис 26 қараша күні Pfizer вакцинасын салдырдым. Вакцина мен денсаулығыма ешқандай кері әсер тигізбеді. Біздің денсаулығымыз өз қолымызда болғандықтан сіздерге де вакцина салыңыздар деп айтқым келеді. Себебі қазіргі таңда біздің денсаулығымызға бұл өте қажетті нәрсе. Сәлеметсіздер ме? Мен Ерғазы Жамбата 11 А сынып оқушысымын. Мен 21 қараша күні больничный городоктан Pfizer вакцинасын алдым. Вакцина алу барысында менің ең алғашы бірінші рет менің дәрігерлер денсаулығымды тексеріп, барлығын қарап алды. Сондықтан ешқандай қорықпауларыңызды сұраймын. Дәрігерлер міндетті түрде сіздердің денсаулықтарыңызды жағдайын ескереді. Менде вакцина алғаннан кейін ешқандай ауырсынулар болған жоқ, сондықтан да сіздерге вакцинаны алуға кеңес беремін. Мен Женсойдина 11 А сынып оқушысы 22 қараша күні Pfizer вакцинасын алған болатын. Мен қазіргі қал жағдайым өте жақсы. Біріншіден байлық денсаулығы болғандықтан сіздерге де вакцина салдырдыңыздар деп айтқым келеді. Мен Алдажар Рауан 10 А сынып оқушысы 2021 жылы 21 қараша күні Pfizer вакцинасын салдым. Менің қазіргі жағдайым өте жақсы. Вакцина салдырғаннан кейін ешқандай кері әсер болған жоқ. Сіздерге де салуға кеңес беремін. Қорғанып жүрейік.